Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен бірге Гүлім, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге осындай миксерсіз дайындалатын өте керемет, мамықтай нәзік, жұп-жұмсақ болып шығатын керемет капкейктер рецептісін ұсынамын. Видеоны соңына дейін қараңыз. Ол үшін ең алдымен 2 жұмыртқаға қантты қосып, венчикпенен 2-3 минуттай жақсылап араластырамыз. Жұмыртқалы массаға сүтті құйып, тағы да араластырамыз. Сүттің температурасы маңызды емес. Сұйық май құямыз және тағы да барлығын венчикпенен араластырамыз. Егер қаласаңыздар, барлығын миксермен араластырсаңыздар да болады. Сұйық массаға електен өткізілген ұнды бірнеше бөлікке бөліп қосып, оған қопсытқышты саламыз. Барлығын жақсылап, түйіршік қалмайтындай етіп араластырамыз. Содан соң оның қалған бөлігін салып, тағы да жақсылап венчикпенен араластырамыз. Онды електен өткізіп қосу міндетті, сол кезде біздің қамырымыз жақсы болып көтеріліп, биік әдемі болып шығады. Сол себептен онды міндетті түрде електен өткіземіз. Біздің қамырымыздың консистенциясы осындай болып шығуы керек. Енді осы қамырымызды формаға құю ыңғайлы болу үшін мен осындай үшкір тұмсығы бар ыдысымызға құйып аламын. Егер сіздерде осындай ыдыс болса, онда соны қолдануға кеңес беремін. Себебі осындай сұйық қамырды қасықтап құйып отырғанша бірден формаға осындай ыдыспен құйған ыңғайлы болады. Мен осындай капкейкке арналған формаларды ашып, форманың ішіне жайғастырып қойдым. Енді осы қамырды формаларымыздың ішіне тек қана жартысына дейін ғана толтырып құямыз. Барлығын бірден құйып толтыруға болмайды, себебі піскен кезде қамырымыз көтеріліп, сыртқа ағып кетуі мүмкін. Сол себептен тек жартысына дейін ғана толтырамыз. 160-180 градус аралығында алдын ала қатты етіп қыздырылған пешімізде шамамен 15 минуттай пісіреміз. Қамырымыз піскенше кремін дайындаймыз. Ол үшін майлылығы 33%-дан жоғары болатын салқын кілегейді алып, миксердің жай жылдамдығын 1 минут сайын көбейте отыра миксерлейміз. Осылай қоюлана бастаған кезде творожный сырды және қант ұнтағын салып, миксерді қоспай алдымен осылай кішкене араластырып аламыз. Содан соң миксердің жай жылдамдығына қойып, ақырындап креміміз қоюланғанға дейін жақсылап араластырамыз. Сливки міндетті түрде салқын болуы керек. Менің каналымда сливки дұрыс шайқалу үшін қандай креммен қалай жұмыс жасау керектігі туралы толық видео рецепт бар. Осы жерге сілтемесін қалдырамын. Сіздер де сол жерден қарап көрсеңіздер болады. Ал біздің креміміз осындай жақсы болып шықты, өзінің формасын толықтай ұстайды. Дайын кремді жағу үшін бізге осындай кондитерлік мешок және осындай насадка қажет болады. Насадканы кондитерлік мешоктың ішіне салып, бас жағын осылай қашымен қиып тастаймыз. Кондитерлік насадканы жақсылап орнатып аламыз. Енді лайфхак, осындай банканы қолдансаңыздар, біздің жаңағы креміміз кондитерлік мешокқа салған кезде жан-жаққа төгілмей, шашылмай, бірден кондитерлік мешогымыздың ішіне салынатын болады. Осындай банканы қолданыңыздар. Сіздерге де кеңес етемін. Өте ыңғайлы, қолдарыңызда болғанбайды, бірден кондитерлік мешокқа осылай салынады. Енді осы кондитерлік мешогымыздың ішіне салынған кремімізді осылай бұрап, толықтай ауасын шығарамыз. Біздің капкейктеріміз дайын болды, осындай әдемі болып шықты. Ортасын піскенін ағаш таяқшамен тексеріп аламыз. Ол құрғақ болуы керек. Толықтай суытып алғаннан кейін кремімізді осылай видеода көрсетілгендей етіп капкейктеріміздің бетіне жағамыз. Міндетті түрде капкейктерді суытып алу қажет, себебі ыстық күйінде кремді жағатын болсақ, ол ағып кетеді. Кремді жаққаннан кейін капкейктерді қалауларыңызша осылай жемістермен немесе басқа да заттармен әсемдесеңіздер болады. Мен әсемдік үшін апельсиндерді осылай турап және қатырылған малиналарды осылай бетіне орналастырып шықтым. Және осындай тәтті карамельный моншақтарды да саламын. Өте әдемі болып шығады. Бұл да бәрі міндетті емес, барлығы өз қалауларыңызға байланысты. Капкейктеріміз дайын, өте әдемі, хош иісті, керемет,
нәзік, жұп-жұмсақ болып шықты. Дәмін көру үшін міндетті түрде дайындап көріңіздер, және осы капкейктерді бірден көп мөлшерде дайындауға кеңес беремін, себебі бір түйірі қалмай желініп кететініне сіздерге сеніммен айта аламын. Өте керемет болып шықты, дәмі тіл үйіреді. Егер осы видео сіздерге ұнап пайдалы болса, лайк басып достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.